Сәлем достар, бүгін менде орыс халқының биф строгин тамағын дайындайтын боламын. Етімізді осылай жапырақтап кесіп аламыз. Ет кесудің неше түрлі әдістері болады. Жапырақтап кесу, қия кесу, ұсақтап кесу, майлы етпен жаңағыдай қара кесекті еттің майымен қара кесегін бірге жіберіп кесу, бұл жаңа кесектеп кесу болып саналады. Бұл жүрекке тимейді, жақсы қорытылатын болады. Ал біз бүгін осы жапырақтап кескен етімізді талшықтарына сәл қиғаштап кесетін боламыз. Бұл бізде еттің жұмсақ пісуіне көп қызметін атқарады. Бір қасық тұзымды салып, етіме қара бұрышымды саламын. Кішкене ғана қызыл бұрышты саласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Осылай араластырып, чеснок болса, чеснок қосыңыздар. Менде осындай қатырылған чеснок, осыны салып қойып қоямын. Өзі жұмсар, езіледі. Онымызды саламыз. Өйткені біз етті қуыратын боламыз. Майда қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Еттің суы шығып, ет құрғап қалмасы үшін осылай онда араластыратын боламыз. Онымызды жақсылап араластырып, қызып тұрған майға салып қуырамыз. Отымызға табамызды қойып, майды құйып қыздырамыз. Майым қызды, етімді салып қуырамын. Етті бірнеше бөлікке салып қуырамыз. Бірден бәрін салып жіберсек, суы шығып кетеді. Сондықтан шатырлатып, осылай қуырып аламыз етімізді. Жақсылап шылаушын сияқты әдемі еттер болады. Етімізді қуырамыз. Бізде бұл тағам тарихын айтып өтетін болсақ, орыстың Строгин Александр Григорьевич Строгановтың құрметіне француз повары Андре Дюпан шығарған болатын 1871 жылы. Осы Строгановтың, граф Строгановтың қол астында қызметте болған. Беф Строгинов, сол кісінің құрметіне Беф Строгинов деп қойған. Өйткені беф деген француз тілінен ет деген мағына аударылады екен. Сонымен еттен тағам Строгиновтың құрметіне солай аталған екен. Енді етімізді бірнеше бөлікке бөліп қуырып біттік. Осы табаға кішкене сары майымызды саламыз. Бір сары май, сливочное масло, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үстіне шыжғырылған майдың үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды да жуа дейді көп жерлерде. Осылай қуырамыз. Өз қалауларыңызша аз қосамын десеңіздер, өз еріктеріңіз. Сап-сары болып пияз қуырылғаннан кейін жаңағы алып қойған етімізді үстінен саламыз. Етімізді салып қайта аламыз, араластырып қуырамыз. Жақсылап араластырып қуырып, бір қасық томатымызды салып қуырып аламыз. Енді үстінен қаймақ саламыз. Бұл міндетті. Қаймақ қалауларыңызша қосасыздар. Мен 2 қасыққа қаймақ қостым. Су құямыз үстінен. Осындай етті жауып тұратындай етіп су құйдым. Біраз уақытқа қайнатуға қойып қоямыз. Мен бұл уақытта күрішімді қойдым, гарнирге күріш қойдым. Әркім өз қалауынша пюре қойсаңыздар да болады. Еттім пісті, тағамым дайын. Күрішімді салып, тарелкаға үстіп, өз қалауларынша әрлеп, осылай ұсынсаңыздар болады. Тағамым дайын, асымыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.